Нұржан имам, Нұржан аға, жалпы бізде халықтың арасында осы алланың үйі, мешітті жаңағы салғысы келетін адамдар бар. Бірақ бізде халық бүйтіп ойлайды екен, мемлекет салып беру керек деп. Сөйтіп ойлайтындар бар екен, неге мемлекет салмайды деп. Осы мешіт салу тәртібі, құрылысы жөнінде түсіндіре кетесіз бе? Қалай болады, ол жер қалай болады, кім жасау керек деген сияқты. Бұл муфтидің де рұқсаты болу керек, иә? Жергілікті басқарушы органның рұқсаты бір бөлек. Жерден, гаисктан әртүрлі рұқсаттар бар ғой. Және муфтиден де рұқсат бар, мен қателеспесем, иә? Ал енді осы мешіт салғысы келетін арнайы мұсылмандардан түскен талап болады. 2-3 адам бір кетке, бір өзім салам дейді. Соның ішінде мемлекеттің қойған талабы болады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының талабы болады. Оны мемлекеттің қоятын талабын жақсы білесіз. Жер тілігін алу, ғимараттың мектеп, больницалардан көпшілік пайдаланатын жерден қашықтығы дегендей. Екі мешіттің арасындағы болған қашықтықтар, соның барлығын мемлекет өз тарапынан осыны жүйеге салып қояды. Сен екі бірден мешітті қатарластырып салғызбайды. Қажеттілігінен келіп шығып, арасының қашықтықтарын бәрін реттеп отыр. Ал енді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы арыз, яғни өтініштерінің арқасында адамдар арыз өтініш білдіреді. Біздер дейді өтінішпен келдік. Мына мешіт керек. Көшемізде мешіт жоқ деген. Ауылымызда мешіт жоқ. Соған бір ауылымызға мешіт керек. Бір ауылда бір мешіт болғанын қалай қарайсыз деп. Сонда арнайы топпен барып, жағдайды көріп шығып, адамдардың кездесіп, сол жамағатпен. Сосын бір адаммен емес, көппен салынғаны берекелі болатындығын түсіндіреміз. Себебі ертең Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өз еншісіне алады ат қоюды. Сен салып берген адам, менің әкемнің аты қойылсын, бабамның аты қойылсын, пәлен ру қойылсын деген көзқарастар. Мешіт салса да ол атты өзі қоя алмайды. Сол жақтарының барлығын есепке алады. Яғни ертең салғаннан кейін имамға да қатысы болмайды. Пәленші имамды қойып беріңіз деп айта алмайды. Себебі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы жұмыстардың барлығын атқарушы рөл ретінде өз мойнына алады. Қайсы имамды қоюды, атын бекітіп беруді деген дейді. Ал енді салған кезінде қазіргі күнде енді біраз жылдардан бері дін саласында істеп келе жатқасын, мен кеңес берер едім, салғанда ықшам қылып салынса. Яғни үлкен дағылып емес, кіші дағылып емес, орта қылып салса. Себебі оның ертеңгі күнде газы, светі, суы, коммуналдық шығындары болады. Сосын көпшілік осыны мемлекет неге құрып бермейді, мемлекет неге көмектеспейді деген көзқарастарды айтады. Мемлекет берсе болмайды. Сонда сендерге айлық бермей ма деп тұрады. Біз өзіміз мешіт керек, құлшылық орны керек. Барлығымыз бірігіп атқаруымыз үшін қажет болып тұр. Яғни жұманы оқуға, Рамазанда таравих оқуға дегенде, айт намаздарын оқуға бірігіп, бірлесіп құлшылықтарымызды өтеуіміз үшін мәкан, яғни орын керек болып тұр деп өтініш білдіреді. Сол өтініштердің барлығын көріп шығып, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, соның ішінде филиалдары өзінің ұсынысын жазады. Дұрыс. Осы мекенге керек. Сол мемлекетпен екеуінің ортасындағы байланыс осы жерде келіп шығады. Керек, қажет десеңіз, соны генпланға кіргізіп, осы жердегі ойып тұр ба, мәселен, мешіттің орны екендігі білініп тұратындай қылып, коммуникациясын, келуін, кетуін, геолокациясын барлығын адамдарға қазір күнде ыңғайлы қылып. Себебі мешіт жай ғана салу емес, қазір адамдардың барлығы көлікпен келетіндей, бару, келу, қайту дегендей барлығы ыңғайлы жағын таңдайтын болды. Соның барлығын қазіргі күнде мешіт құрам деген адамдардан бірден келіп, міне құрдым деп құрып кете алмайсыз. Себебі заңсыз құрылыс ретінде тоқтатып қояды. Бірінші мемлекет тоқтатады. Сосын бізге шығады. Діни басқармаға, діни бірлестіктердің жаңа филиалына шығады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының аудан имамына дейік, мәселен шығады. Осы мешіт
сіздерден өтініш білдіріп салып жатыр ма, сіздердің хабарыңыз бар ма, я болмаса осы сізге қажет па дегендей мағынадағы хатпен шығады.